Кімде қандай сұрақ? Мақтап үйреніп қойғанбыз ғой. Сұрақты қысқа нұсқа, сұрақ қоюшы да, сұрақты жауап беруші де кісілер. Құрметті ауыл тұрғындары, қымбатты Нұр Отан мүшелері, бүгін біздердің алдымызда осы праймеризге қатысып отырған 55 депутаттың ішінде 6 үміткеріміз өз бағдарламаларын халыққа жеткізді. Біз бұл кісілерді жақсы тыңдадық. Біз бүгін игілік бастауыш партия ұйымының төрайымы Ыдырысова Дариғамын біздің партия ұйымынан осында бірнеше Нұр Отан мүшелері қатысып отыр. Сондықтан да ауыл тұрғындарының арасында мынау өзім білім саласында еңбек еткендіктен осы білім саласынан бірнеше елге, халыққа қызмет етіп жүрген, ауданның білім саласын көтеруде үлкен тәжірибелерін халықпен бөлісіп жүрген мықты білім саласындағы майталмандар өз бағдарламаларын ұсынып отыр. Сол бағдарламалардың ішінде ең бірінші тәрбие тал бесіктен тербеледі, тал бесіктен басталады демекші. Бүгінгі осы сайыстардың ішінде өз бағдарламаларын шынайы ұсынып отырған әріптесім Мелдиев Мұхтар ағамыз, Галина әріптесіміз, жаста болса ауылда өзіндік үлкен беделі бар, ауыл шаруашылығын көтеруге, мал шаруашылығын көтеруде өзіндік үлес қосып жүрген біздің Мақсат бауырымыз, залда отырған Асанбай және Сине, осындай Камал отырына жерде Бөденеден көп халқының атынан мінекей осындай үлкен үміткерлердің бағдарламасын алдағы уақытта сіздерге Нұр Отандықтар дауыс беріп, өз бағдарламаларыңызды халықтың арасында асыруға үлкен атсалысыңыздар. Мен бүгін тағы да айтамын, кішкентай туған елді түлетейік демекші, кішкентай ғана Қаратас ауылынан өзінің облыстық мәслихатқа бағдарламасын ұсынып отырған біздің Досбол бауырымыздың өжеттілігі, халыққа деген оның үлкен сенімділігі, жастарға деген экологиялық бағытта атқарып отқан жұмыстары және бүгінгі үміткерлердің алдағы уақытта отбасыларына амандық, шығармашылық табыс тілей отырып, сіздерге сәттілік тілегіміз келеді. Тек қана алға Нұр Отан бағдарламасы жазасын, елбасымыз жасасын біздің. Сол мен тағы да сіздердің алдарыңызда мақтанып айта аламын. Кішкентай ғана ауылдың бірлік ынтымағын келтіріп отырған игілік өндіріс бастауыш партия ұйымы қашанда елдің алдында өз бағдарламасын жариялауда, өз бағдарламасын шыңдауда, өздерінің білік ерік жігерлерінің, ауыл ұстаздарының ешкімнен осал емес екенін, бүгінгі таңда сол ауыл ұстаздарының елмен бәсекеге түсе алатындығын көрсеткіміз келеді. Бүгінгі тек қана тілек сіздерге, Нұр Отандықтардың атынан. Рахмет. Рахмет. Басқа көрермендер тарапынан, аудитория тарапынан сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыздар ма, құрметті кандидаттар? Мен есімім Қыстабаева Жансая. Сайд ағаға бір сұрағым бар еді. Тұз туралы айтып отыр ғой. Негізі тұздың адамға бір пайдасы бар. Мысалы, көптеген санаторияларда галокамера деген болады ғой, тұзды. Болашақта осы біздің ауданға халықтың денсаулығы үшін галокамераларға жасап бересіз ба? Ол адамдарға демалуға, астматик адамдарға, жаңағы өкпесі ауыратын адамдарға оның ауасы пайдалы деп оқып едім бір. Дұрыс, сұрағың орынды. Мен Жаңатас қаласында 1-ші Мөлтек ауданында бұрынғы нөмірі 5-ші кооператив гараж деген орны бар еді. Сол жерде арнайы осы мақсатта жекеменшікке былтыр аукционда алдым. Орын тегістетіп жатырмын. Сол жерден летний, зимний бассейн, жаңағы фитнес дейді, осы жаңағы тұз, бар нәрсені қолдану керек қой. Тұздың ішінде отырып демалатын камера деймін, галокамера. Сондайды соған проектісін жасатып, сызбасын бәрін сыздырып дайындадым. Менің жалпы қазір оларға қарайтын уақытым болмай тұр да, бір ауылда мешіт салып жатыр.
соны бітіріп алайын, содан кейін Алланың үйінен кейін кезек соларға тиеді. Істейміз, Құда қаласа. Рахмет. Басқа сұрақтар жоқ ау деймін. Қойыңыз. Соңғы сұрақ болсын. Сонымен пікірсайысымызды аяқтайық. Саламатсыздар ма? Сіздерге сәттілік тілей отырып, мен өзіміздің ауыл тұрғыны ретінде мен Мұхтар ағайға сұрақ қойсам деп тұрмын. Жаңа өз бағдарламаңызды айттыңыз ғой. Құда қаласа ертең депутат болып жатсам дедіңіз, лайым сізге сәттілік тілеймін. Депутат болмай қалсаңыз да ауыл азаматы, ауыл жанашыры ретінде жұмыссыздықпен күресем дедіңіз. Мүмкіндігі шектеулі кісілермен жұмыс істеймін дедіңіз. Осы бағытта өзіңіздің бір қандай да бір ұсынысыңыз, бір жоспарыңыз нақты, соны айтып өте аласыз ба маған? Рахмет сізге. Жақсы сұрақ екен. Енді мына мүмкіндігі шектеулі азаматтармен жұмыс жасау қазіргі таңда білім саласында көп қолға алынып жатқан іс. Бізде қазір мектептерге енді барлығына бірдей дей алмаймыз. Мектепке коляскаменен кіру өте қиын. Оны білесіздер. Кейбір мектептердің тепкішектері адам бойымен бірдей болып келеді. Кейбір мектептердікі одан төмен болады, бірақ соған кіретін, коляскамен кіретін жаңа пандус деген дұрыс салынбаған көп жерде. Енді ол азаматтарға көмектесу үшін біріншіден сол пандустарды қолға алу керек деген ойдамын. Бұл осыдан бір 2 жыл бұрын аудандық әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бар ғой, біз сәбездеп кеткенбіз. Сол жерден үлкен бір бастау алып осы шыққан болатын. Әр мекемеге пандусты стандартқа сай салынсын деп. Сол қазір тоқтап қалды. Енді соның бәрін қолға алсақ, мысалы, біздің мекемеге де жаңағы мүмкіндігі шектеулі оқушыларды алып кеп оқытуға болады. Ең болмағанда сол бірінші этажына кіріп шығатындай жағдай жасау керек. Ең бірінші сондайды қолға алуым керек деп ойлаймын. Одан кейінгі нәрсе ол жаңағы сол мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, оқушыларға берілетін жәрдемақының тура өз деңгейінде әділетті шешілуі. Оның жаңағы тәрбиешісі дей ма, не дейді, қасындағы күтушісі болуы, ол азаматтың, ол азаматқа соның күтушісіне де жәрдемақы төленеді қазіргі таңда, білесіздер оны. Ол өзіне жаңағындай несіне байланысты инвалидтік ақы төленеді мысалы. Осындай мәселелер бар, соны шешуге атсалысамын. Рахмет. Соңғы сұрақ деп ескертіліп өтті. Кеше қайтып келмес, бүгін ертеңіңді бермес, ертең кешегіні елемес. Сондықтан да өткенге салауат, бүгінімізді бағалап, ертеңімізге үлкен үмітпен қарайық. Құрметті аудитория, құрметті кандидаттар, осыменен бүгінгі біздің пікірсайысымыз аяқталды. Алда 1-3 қазан аралығында ең үлкен саяси доданың шешуші кезеңі тұр. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Ең асыл қазына ол бірлік деп айтылады. Сондықтан да партия мүшелері бірлігімізді көрсетіп, сол күні барлығымыз бір кісідей осы біздің ауданнан тіркелген кандидаттарға дауыс беруге шақырамыз. Рахмет. Жақсы күндерде жолыққанша.